Нартайлақ пен Айсұлу Шәкәрім Құдайбердіұлы әңгіменің сыры. Естілер көп жазады әңгімені, жазбайды ермек үшін әлденені, жиреніп жаманынан жақсыны ғып, алсын деп жазады ғой өнегені. Залымды жек көргізіп күйгізеді, ақ жүрек әділетті сүйгізеді, өгейлік өзімшілдік бақ күндестік, мейірімсіз залалкесті білгізеді. Қос қатын алу жаман салт екенін, күндестік араздықтың шарт екенін, қыз бермей сүйгеніне малға сату адамның ең рахымсыз ант екенін. Аямай жетімдерді ұрғандығын, адамзатты күңменен құл қылғандығын, не пайда не өзінің мақтан үшін дап-дайын қан төгуге тұрғандығын, махаббат шынасықты неткендігін, құрбан боп жар жолында кеткендігін, тұрғанда әлі жетіп ашу кешіп, мархабат дұшпанға да еткендігін. Айтады осы әңгіме соның бәрін, байқаста сыртын ұқпай ішкі нәрін, жаңа өскен жасыл гүлдей жасыландар, дей көрме бір ескіден қалған сарын. Өткен іс ойға түсер әлде қайдан, айтайын аз әңгіме ескі жайдан, атақты Әмір Темір заманында арқаны мекен еткен арғын Найман. Арғынның тоқалынан босша деген, момындық әділдікпен ел билеген, Жәнібек жалғызұлы жаста өліп, артында 3 ұл қалды немереден. Құр үлкен балға оған тетелесі, Қаранай үшеуінің ең кенжесі, бұл жонды 3 босша деп атайтыны, жайлаған босшаның 3 немересі. Солардың осы 3 өзен мекендері, жаз жайлап сан-салтанат құрған жері, бұл жерден өзі кетіп аты қалған, құр балға Қаранай деп сонан бері. Құр менен Қаранайдан басы бөлек, бір су бар ортасында шолақ өзек, күнбатыс жағасында бір ақ тас бар, сөйлеуге соның жайын келді кезек. Сол тастың жырасында бір үңгір бар, жатуға 2 кісі болмайды тар, ол тасты Айсұлудың ақтасы деп атапты бізден гөрі бұрынғылар. Мен көрдім сондай үңгір қыз мекенін, асықтың арманды өткен із мекенін, талпынған талапты жас тыңдасаңыз, айтайын Айсұлудың кім екенін. Балғаның ол Айсұлу үлкен қызы, Нартайлақ Қаранайдың бір жалғызы, қосылып асық болып сол арада, үңгірде өзі кетіп қалған ізі. Айсұлу ол ақтаста жүрген ойнап, қараған әлгі үңгірге бір күн бойлап, дариғай асық жармен құшақтасып, үңгірде жатар меді деген дойлап. Айсұлу ол кезінде 15-те екен, күн сайын сол араны қылған мекен, бірге ойнап Нартайлақпен сол үңгірде байласқан асықтыққа белді бекем. 2 жас жылға жақын ойнап жүрді, сезген жоқ ешкім әлі осы сырды. Қосылған жазға салым бұл екеуі, жаз өтіп келетұғын күзде кірді. Мен бардым сол ақтасқа түлкі қағып, үңгірде өткен дойлап тұрдым бағып, тастағы қырау еріп күн нұрымен, тастан да көзімнен де жас кетті ағып. Бір ұл бар самсы деген құрда тағы, самса бұл көбейсін деп қойғандағы, сол атпен аталады күні бүгін, Қаранай Дарасудың саға жағы. Самса да асық болып Айсұлуға, баталмай жүреді екен сөз айтуға, сөйтсе де жанасалап бір қалмайды, дегендей бұқа-буға азбан туға. Балғаның 2 қызы бір ұлы бар, ерте өлген бәйбішеден туған бұлар, тай еді ұлдың аты жастай өлген, былқылдақ келіншегі қалған шығар. Бір ұл бар тоқалынан барған атты, қояма қазақ тұтпай ескі салтты, аға өлсе жеңге мұра деді тағы, қатын ғып былқылдақпен бірге жатты. Күнсұлу Айсұлумен 2 қызы, бір туған өлді олармен тай жалғызы, қолында өгей аға қорлық көріп, қыздарға жетімдіктің батты сызы. Айсұлу Нартайлаққа болған асық, үңгірде қосылысып мауқын басып, балғаның тірісінде Айсұлуды матайға бермек болған баталасып.
Ол күйеу Балқыбектің баласы еді, Қортықтау барлы деген аласы еді. Әкесі бай болса да бала нашар, жындыма ынжықпа деп талас еді. Сондықтан балғауынан мал алмаған, аулына құдам деп те бара алмаған. Бермеймін Айсұлуды деп жүргенде, тағдырдан қаза жетіп қала алмаған. Сол барлы балғы өлген соң ұрын келген, қыз оның сырттан байқап түрін көрген. Қасына күйеуінің бір күн жатпай, менсінбей тіпті қисық қырын келген. Ол күйеу қызғы өкпелеп үйге барған соң әкесіне кісі салған. Болса да аузы қисық байдың ұлы, Бақаның көп мал беріп қызын алған. Бақа да Балқыбек те мата еді, бір суды өрлей жайлап жата берді. Тантық қыз ханым деген ол алғаны, аузына келген сөзді жатар еді. Балқыбек су атанған сол атпенен, беріктас үйтас томан мол атпенен. Шоқыда жалғыз қызыл барлы туып, атанды барлы қызыл ол атпенен. Бағана самсыны біз бастап едік, жай күйін біраз айтып тастап едік. Байқатып Айсұлуға асықтығын, онан соң не қылғанын ашпап едік. Бір күні самсы келді барған аға, ағатай деді сөкпе қарғамада. Асық боп Айсұлуға өлер болдым, мен өлтір құлаттағы жарға ғана. Ұнатсаң егер тірі қалғанымды, орында малымдалда арманымды. Сізбенен ақыреттік дос боламын, алсаң да аямаймын бар малымды. Тағы да былқылдаққа айтты ойды, алдына асыл шапан жамбы қойды. Періште алтын көрсе жолдан таяр, қу нәпсі мал көрген соң жеңді бойды. Өгейлік барғананың ойын бұзды, көрдің бе міне осындай қара жүзді. Шапан мен алдындағы жамбын алып, 3 күнде көндірмекші болды қызды. Нартайлақ келді бір күн ақтасына, үңгірдің уағдаласқан қақпасына. Бұлаудай екі көзі өксіп жылап, Айсұлу келіп тұрды нақ қасына. Көрді де Нартайлақтың есі кетті, сәулем-ау мұнша жылап саған нетті. Құшақтап рахаттанып жатпақ едім, көз жасым жүрегімді елжіретті. Қыз айтты, асық жарым тыңда мұны, немене жетім қыздың көрген күні. Қолында өгей аға қорғылғанша, алмадау ажал жетіп мен сорлыны. Бастады аға жеңгем бір жұмысты, самсымен тамыр бол деп көрдей қысты. Көзімді жаудыратып малға сатпақ, көрем деп ойлап бедім мұндай істі. Көнбедім мен олардың ептеріне, түкірдім жүзіғара деп беттеріне. Көндірем көнбесеңде деп ақырып, барғана қамшы басты еттеріме. Қоймады бірақ ұрып көп сабады, жетім қар деп етімді жеп сабады. Самсыға Күнсұлуды күн қыламда, барлыға сен ұзатам деп сабады. Таяғам бүйтпес еді-ау тірі болса, не әкем не әжемнің бірі болса. Дариға бұл өмірден өлім артық, жетімнің көрген күні осы болса. Өгей ұл барған ойлап қастық жағын, былқылдақ ұмытты тайдың аруағын. Ағам мен атанамды қабат алып, Құдай да қайтып алдау берген бағын. Нартайлақ деді қызға қалқатайым, мәнісін бұл сөзіңнің қылдым пайым. Шынымен Құдай қосқан жарым едің, сен алып алыс жерге кел қашайын. Қыз айтты Күнсұлуға қоштасайын, айттым ғой күн болмақшы оның жайын. Оны да реті келсе бірге алып қаш, бол алсақ ертең кешке мұнда дайын. Тайлақ жан аз күн көрдім қызығыңды, мұндайда тағдыр жазған сызығымды. Босатпай егер кетсем ұзатылып, жіберем Күнсұлуға жүзігімді. Сол жүзік тиісімен өз қолыңа, құрбанмын келде алып қаш мен жолыңа. 6 айлық құрсағымда балаң жатыр, тапсырар сон өзіңе күн болар ма. Қош десті бір сүйісіп амандасып, Нартайлақ кете барды белден асып. Ауылға қыз қайтарда солай қарай, былқылдақ келе жатыр жебей басып. Келді де қайда жүрсің еркем деді, бір адам дөңнен асып селтен деді. Жеңгеден қайын сіңлі сыр жасырмас,
Разымын жөнін айтып берсең деді. Қыз айтты, елестеген сайтандағы, күнде ойнап осы арадан қайтамдағы. Сен маған не пәлені салмай жүрсің, бір жала жаппақ болған айлаңдағы. Ол айтты, өкпелеме еркем маған, жүргем жоқ қылайын деп қастық саған. Қатында ер айтқан соң ерк бола ма, бәрінде істеп жүрген барғанағаң. Барғана сен кеткен соң өзі барып, қайныңа байқошқардан хабар салып, қалың мал ілу жыртыс әкелмей-ақ, келінін кетсін депті жылдам алып. Байқошқар барғананың нағашысы, дәулетті заты матай ұста кісі, сөз салып сол арқылы Балқыбекке, құтылмақ қайтсе сенен бар жұмысы. Айсұлу айтты залы күлкі менен, барлыға қосылмайды менің денем, не басқа біреу алар, не жер алар, ол сырды жасырмаймын жеңгем сенен. Барғана үйге келсе ұнатпайды, сұрланып жоты ғырсып сөз қатпайды. Өмірін өксіп жатып ақылдасқан, сорлыға екі жетім таң атпайды. Күн шықты, бесін өтіп кеш те болды, екі қыз байлап қойған барар жолды. Күндегі ойнайтұғын ақтасына, жөнелді айқастырып белден қолды. Барғана жүгірген соң ей тоқталап, былқылдақ қой барсын деп келді жанап. Қамшылап бәрін үйге қуып тықты, қатынын қыздарменен қоса сабап. Шығармай бірін тысқа қойды қамап, көзінен жетімдердің қан сорғалап. Әлі тұр ащы дауыс құлағымда, сорлының жылағаны тай ағалап. Жас дауыс жылағанмен қарлығама, ой жібер міне осындай зарлығада. Осымен бұл сөзіміз тұра тұрсын, келелік Балқыбекпен барлығада. Байқошқар Балқыбекке кеше барған, барлыны жіберуге дайындаған. Дарақы тантық өскен ханым қатын, оны алсам мен кетем деп азап салған. Жиылып ақсақалдар маңайдағы, сөз айтқан келісімді қай-қайдағы. Дегеннен жесір кетті өлген артық, келгенмен бір қызметкер малайдағы. Ей ханым, сен тұрасың үлкен үйде, бір күннің келгеніне жанып күйме. Болғанда көсе ұзын қол кимейді, керек қой бір қызметкер мұнда үйге. Сол күні барлы күйеу келіп жеткен, барғана тоқты сойып ырым еткен. Тойындай жетім қыздың деген бар ғой, зарлатып ертеңіне алып кеткен. Айсұлу кете барған көзі жайнап, осы ғой берді деген қолын байлап. Тілеген жылап тілек барғанадан, былқылдақ апарсын деп аға тайлап. Жеңгемнің қандай болам көзі көрсін, жай жапсар көргенімді айтып берсін. Мен кештім тәңірі кешсе қылығыңды, ол байғұс аздан соң-ақ өлді дерсің. Қасына былқылдақты қосып берді, сол күні-ақ Балқыбекке жетіп келді. Отауын оқшау тігіп бөлек қойды, той қылып бір күн үшін жисын белді. Былқылдақ қызды қимай 2 ай өтті, көп жатты қайтатұғын мезгіл жетті. Отауға сонан бері бір жатпаған, барлыға бір сөзім бар тыңда депті. Айтатын тілегім бар күйеу саған, осы түн отауға жат берсең маған. Барған соң қарындасым не болды деп, сұрайтын онда бар ғой бір қайнаған. Сұраса отауына жатты дейін, екеуі махаббатты татты дейін. Күйеуің қарындасың құдаларың, разы боп бәрі сәлем айтты дейін. Барлайтты қыбыжықтап басын қасып, өзімде Айсұлуға едім асық. Ұрсады мұнда жатсам ханым маған, отырмын сонан қорқып қатты сасып. Бірінші бөлімнің соңы. Достар, өлеңнің жалғасын күтсеңіздер, комментарийға қалдыра кетіңіздер. Екінші, үшінші бөлімдерін алдағы күндерде салатын боламын. Сау болыңыздар.